Мама, не болып жатыр мына жақтың барлығы? Мен қазір көрейінші. Сен өрт сөндірушілер шақыра бер. Папа. Жаным, қызым, қалайсың? Неге тұрғыстың бар кірші, ішті көрші, балалар іште ғой. Аяғым. Не өртеніп жатыр мына жақта? Ой, әке, ешше өлшем жатқан жоқ қой. Әжем ғой бізге табанан жасап бермекші. Соны күтін ғой. Әже, тапанан қашан піседі? Оның дәмі қандай болады? Қазір піседі жаным. Тапананға жетеді ғой, шіркін нан жоқ қой. Онда біз барып көріп келейік. Көріп келіңдер ме балаларым? Жолама қолдарың түйеден асқан. Жер жаһанның бәрі өрт па деп сонша шошып келсем, сен шешең екен ғой. Қай-қайда біраз істеп жүр әйтеуір. Жүр кірішке. Тұрмысша, жүр кірішке сенде. Мама, не істеп жатырсыздар? Айналаның бәрі көк түтін болып. Ай, мынау балдар ерекше бір денке жегіміз келеді деген соң, тапанан жауып, майға шырып берейін деген тұғым ғой. Есіңде ме, бала кездеріңде бауырың екеуің сондай мыжыманан көп жейтін едіңдер ғой? Мама, мұны бір наннан кейін жинастырыңыз бәрін. Бұл ауыл емес қой сізге. Бұл қала. Мұна көршілердің бәрі беделді адамдар. Ят болады бұл. Алихан, жүрі кіріңдер, үстерің ыссас еткіз. Бұл қойыңыз, мама. Немене бөлі бұл қаланың дәл ортасында? Жарайды. Қалайсыңдар қыздарым? Жақсы. Самат, шай өйдің. Шайымды ғой. Не болып отыр? Шайлар ал. Ал, же. Самат, маған жаңа көйлек алып берші. Не қыласың? Өткенде ғана жаңасын алдың емес ба? Енді оның бәкелердің тойына киіп қойдым ғой мен. Маралдардың тойына тағы соны кием ба? Бір жаңасын алайын да енді. Жарайды. Шотың аударып жүрем. Әке, әжемеге қашан келеді? Бүгін алып келесіз ба? Әжелерің өткенде ғана бір ай алдын жатып кетті ғой. Әжемізді сағынып кеттік. Бір ай болды ғой көрмегелі. Әке, Мақсат көкейінен бүгін әжемізді алып келіңізші. Демалса зеріп кеттік. Ал әжеммен қызығырақ. Жарайды. Бүгін сендерді алып барып тастаймын. Әжелеріңді әуре қылып не қыласыңдар? Одан қайта Мақсат көкейлердің үйіне барып демалып ойнап қайтпайсыңдар ма? Сол жақта қала берсін, Самат, бұлар. Әке, біз алып барасыз ба? Жарайды. Бүгін сендерді алып барып тастаймын. Әке, бізді кешке келіп алып кетпеңізші. Түнде келіп алып кетіңізші. Сіз үнемі ерте келіп аласыз. Әке, болмаса ертең алып кетіңізші. Бір күн Мақсат көкейіне қона салайық. Оң көре жатармыз. Қазір тез киімдерін киіп дайындалыңдар. Шайларыңды ішіп алдымен. Біз шай ішпейміз. Не болды тағы да? Неғып тоңқылдап жүрсің? Жоқ, сен мамаңды айтам да, қай-қайдағы бір нәрсе шығарады да жүреді. Сен мына қасықтап жинаған абыройыңды шелектеп төгіп жатыр. Істесе ана балалар үшін істеп жатыр ғой, өз үшін емес. Қош қаланың қақ ортасына көк түтінді бұрқыратып, үйдің бәрін састып, бұғыстып. Мен келемін, сөйлей алмаймын сен мамаңа. Бар да айт, әр нәрсені бүлдірме, тыныш жүрсін. Ешкімге зиян жоқ.
өзімен өзі жүр ғой. Әйтеуір маманың сөзін сөйлей бер. Мен кіммін саған? Мен бірінші келдім. Жоқ, мен бірінші келдім, сен екінші келдің. Әке, айтыңызшы, мен бірінші келдім ғой, я? Білмеймін қызым. Мен байқамай қалдым. Екеуің бірдей келдіңдер ау. Сендер бар ойнай тұрыңдаршы бар. Жарайды. Мен мамаларына сөйлесіп алайын. Елеме әйтеуір менің сөзімді. Мен жүрген бір елеспін ғой. Дуалдар ғана тыңдайды мен. Мен кіммін? Болды, мына балалардың көзінше артық кетпе. Одан да жүр. Шайыңды қош, шай ішейік. Әже, Ау. мама мен папа қазір келеміз. Өздерің іше беріңдер деп жатыр. Жарайды онда, отыра ғой жан. Әже! Ой, айналайым, балапандарым. Қайдан жүрсіңдер? Ой, Саматжан, қалайсың жаным? Отыра ғой жан, отыра ғой. Әже, сізді сағынып кеттік. Ой, айналайын, балдайда тіліңнен айналайын. Амансыз әже, жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы ама десен жүріп жатырмын. Қалайсыздар, мам? Жақсы, Саматжан, өздерің қалайсыңдар? Үй аман есен бе? Иә, жақсы. Қыздар ғой, әжемізді қатты сағындық деп, соған алып келгем ғой. Дұрыс жасаған екесін. Міне бәрі бірге ойнап, бір енді марқайып жадырап қалатын болды. Бүгін екеуі осында қонады, ертең алып кетем. Ой, тіптен жақсы бопты ғой. Иә. Шай құяйын. Саматжан, Мақсат қайда? жаңа осында жүрген еді ғой. Осында жүр ол. Саматжан, мынау шай сәл салқындап қап, саған қазір ыстық шай алып келейін, ә? Сөйтіп бәріміз отырып шай ішеміз. Қыздар, енді тәртіпті болып жүріңдер, жарай ма? Жарайды. Қазір отыра тұрыңдар, мен сыртқа шығып келейін. Самат, Сен үйде екенсің ғой. Жаңа көрмегенге үйде жоқ па десем? бөлмемде болдым. Жайша жүрсің бе? Жайша жүрсің бе болғанда. Қыздар ғой, әжеміз сағындық. Мауқымызды басайық дегенге әкелгем. Бүгін үйде қона тұрсын, ертең алып кетем. Не ғой? Бір айтатын әңгіме болып тұр. Әңгіме, айта берсей. Анам сен үйіңде тұра тұрса қайда да. Мақта Зәуремен тіл тапса алмай жатыр. Анам екеуі ма? Или Зәуренің өзі ма? Біліп тұрсың ғой, енді сен қинамашы мені. Апталдай азаматсың ғой. Бір қатынның сөзіне шыға алмай жүрсің. Түсінікті болды, өзіме қап кетем үйге. Саған ана емес, қатын керек екен. Ал маған ана керек, түсіндің ба? Жүріңдер, айналайын. Балам, қайтып бар жатсың ба не? Сәл отырып шай ішіп бармадың ба? Әке, бізді ертең кешке алып кетесіз ғой, я? Бүгін кешке келіп жүрмеңіз. Әке, біз әжемізді қатты сағындық. Мауқымызды басып алайықшы. Қыздар, тез жиналыңдар, бүгін қайтамыз. Той, әке, ертең деп келіспеді қой. Әке, не болды? Ашылысыз ғой? Мама, сізге кейін бәрін өзім түсіндіріп берем. Сіз де бізбен бірге барасыз. Давай, тез жиналыңыздар. Жұрттар осы үйде. Әйелімен шалқып өмір сүрсін. Болсаңыздар? Қазір шығамыз. Жүріңдер. Болыңыздар. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ей, не болып қалды қызым? Сендер ертең келем деп едіңдер ғой. Әкем қоймай алып кетті. Ой, бұл әжелерге деген сағыныштарың басылмай қалған екенсіңдер ғой. Анашым,
Енді біз әжемізді сағынбаймыз. Себебі әжеміз бізбен бірге тұратын болды. Ал, кіріңіз, мама. Аманбысың, келін? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Қонақ болып келіп қалдыңыз ба? Әжем қонаққа келген жоқ. Енді бізбен бірге тұратын болады. Солай ғой, иә, әке? Иә, не болды саған? Анамыз енді бізбен бірге тұрады. Бар шайыңды қой. Қыздар, әжелерің жайғастырыңдар. Әже, бізбен бірге жүріңіз. Жүріңдер, айналайын. Үлкен баласының үйінде тұра берсе болады ғой осы. Не үшін келіп отыр? Осы бір Саматтың да шығармайтын жоқ. Аяна! Аяна, не болып қалды, алтынай кел. Не болып қалды? Аяна, сен әжең үйде ма? Маған құрт тұрап берші. Дүкеннен сатып алсай. Сендердің әжелерінің де саған құрты өте дәмді. Әжем үйде болса, сұрап беретін едім. Қазір үйде емес. Әжем біздің үйден көшіп кетті. Енді Самат көкейінің үйінде тұрады. Әжелеріңді ренжіттіңдер ма? Бізде мес ренжіткен. Үлкендер өзі ренжісіп қалды. Әжем бізге табанан мен сармайды араластырып жасап берем деген еді. Соған үйдің айналасының бәрі көк түтін болып. Сонда сол үшін ұрыстың ма? Енді үлкендер түсінбейсің ғой. Түйме дейді, түйе етеді. Мен әжем болғанда ғой. Әжемді ренжітуге жол бермейтін. Сендердің әжелерің бар. Сендер сондай бақыттысыңдар. Қой, мен қайтайын. Мен кетім, сені шығарып салайын. Раяна, жүр қайттық. Әжемнің ұйықтап тұратын уақыты болды. Әже дейсіңдер ме? Әжелердің үйлеріне келген ба не? Иә, енді бізбен бірге тұратын болды. Охо, мұнауың жақсы жаңалық екен. Әжемізді сағындық деп жүретін едіңдер. Енді әжелерің қастарында болатын болыпты. Достар, бізбен ойнауды ұмыт кетпеңдер. Ойнауға шығып тұрыңдар. Ойнауға шығып тұрамыз ғой. Болмаса біз неге келдіңдер? Әжемізбен танысасыңдар. Шынымен де, ертең барып әжелеріңмен танысайықшы. Сендер үннем айтып жүретін әжелеріңді көзімізбен көріп қайтайық. Жарайды онда, ертең келіңдер, таныстырамыз ғой. Раяна, жүр қайттық. Әжесі бар рахат, я. Шіркін, мен де әжем болса ғой. Я, әжең болса жақсы ғой. Күнде ертегі айтып береді. Пенсиясынан ақша беріп тұрады. Мен де әжем болса ғой, шіркін. Кет қой қайтып. Әке, енді әжемеге қашан келеді? Білмеймін қызым, не болды? Әжемді сағынып кеттім. Бүгін ғана ғой кеткені. Сағынып үлгердің ба? Әжемнің бізбен тұрғаны жақсы еді ғой. Самат ағаң үйінде біраз тұрсын. Сосын қайтадан келеді. Бұрын әжем Самат көкенің үйіне тек қонаққа баратын еді. Ал қазір көшіп кетті. Демеген біздің үйге келмейді. Олай деме қызым. Әлі біздің үйге де келеді әлі. Адам өз үйіне қонаққа келуші ме еді? Бәрі дұрыс па, сенде шерің ауырмады ма? Иә, бәрі жақсы. Бүгін мен үйге кеш келем. Хабарласып мазаламаңдар. Өткен жол айтқан жұмыс бабымен кездесуіңіз бүгін болады ма? Иә, сол үшін мазаламаңдар. Әке, уәдеңізді ұмытпадыңыз ба? Әкең саған қандай уәде беріп еді? Әкеміз жұмыстан босап қалса, бізді қыдыртам деген. Ол бар екен ғой. Әке, осы ұмыт кетпеңіз. Осы жолы бізді ғана емес, әжемізді апаратын шығарсыз. Ой, айналайын. Әжең жолға жарамайды. Қан қысымы көтеріліп кетеді. Сондықтан өзіміз бара береміз. Ей,
Болды. Қыздар, жұмысымды реттеп алайын, одан кейін көре жатармыз, шайды өзің сораптап іше бермей. Мамаға да құйсайшы. Мама, сізде қарап отыра бермей келінге айтсаңшы. Пиаламды ұзатқан едім, қайтпаған соң өзім құйып ала салайын дегенім ғой. Кішкене айналаңа қарап отырсайшы, өзіңді ғана ойламай. Көрмей қалдық, не болды сонша? Дауыс шығарып. Келін шай құй десе құйып беретін ек қой. Нем осылай сөз қайтарасың? Шай емес, атау қылдыңдар ғой. Жарайды, мен кеттім. Балам, шайыңды ішсеңші. Сізге тыныш отырып шай ішкен ұнамай ма? Міндетті түрде бізді осылай ұрыстырып, шағыстыруыңыз керек па? Ал. Абайласаңызшы, бүлдірдіңіз ғой мына жердің барлығын. Бұл үйде тыныш отырып, шай ішуге де, тамақ ішуге де мүмкіндік жоқ. Түрлеріңе не болған? Сонша бозарып кетті ғой. Айтпа сол. Жаңа көшеде адам қақып кете жаздан. А? Содан шошып қалған ау. Ой, жан, кеш бері. Ішерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, бәрі жақсы. Шынымды айт. Иә, шын айтам, аздап қорқып қалдым. Жоғаным үшін ішірсе алмайды. Жүр, мен сенің тамағыңды беріп, сонда тасайын. Жүр, ауырып тұрған жоқсың ғой, Иә. Алла сабыр бере. Әже, Ау, әкеміз кішкентай кезінде қандай болған? әкелерің кішкентай кезінде өте тәртіпті болған. Сендер ғой ол бұзық. Сабақты жақсы оқыған ба? Иә, менің екі балам да үздік бітірген. Ата-аналар жиналысына барған кезімде, басқа ата-аналар балдар үшін ұялып, ұрыс естіп қайтатын. Ал мен болсам, екі балам үшін мақтау естіп, қуанып, марқайып қайтатын тұғымын. Әже, Ау, сонда ата қайда кеткен? аталарың тым ерте қайтқан. Әже, Ау, сізге екі баланы өсіртіп, оқыту сізге қиын болған жоқ па? түкте қиналған жоқпын. Екі жерде жұмыс жасадым. Күніне 2 сағат тоқтайтын тұғымын. Сөйтіп, түкте қиналмастан оларды өсірдім. Кіріңдер. Кім болды екен? Ой, айналайындар. Кіре қойыңдар. Бұл қай балапандар? Сізбен таныстыруға алып келдім әже. Менің достарым, Жалғас, Аяна. Амансыз ба апа? Қалыңыз қалай? Жақсы айналайын, Аллаға шүкір жүріп жатырмын. Амансыз ба әже? Сізді және аузынан тастамай айтып жүреді. Сондықтан сізді көру бізге де арман болған. Ой, айналайын, отырыңдар. Әже, қазақтың қарапайым әжесі екенсіз ғой. Қарапайым деме, менің әжем ең күшті әжем. Айтпақшы, әже, мен сіздің дәмді өз қолыңыздан жасаған құрттарыңызды достарыма айттым. Ой, айналайын, иә. Қазір отыра тұрыңдар, мен сендерге қазір дәмді, майлы құрт әкеп берем, жарай ма? Жарайды. Құрттың дәмі қандай болады екен, мә?
Сендер әлі кішкентайсыңдар. Сендердің саналарың әппақ ақпарақтай тап-таза. Қазір сол саналарыңа не жазып алсаңдар, өскенде соны пайдаланасыңдар. Әже, сондықтан қазірден бастап еңбекқор болу керек па? Әрине. Жалқаулыққа бойынсынбай, еңбекке баулану керексіңдер. Сонда сендердің өскенде ала алмайтын қамалдарың қалмайды. Әже, біз қазірден бастап үйренуіміз қажет пе? Үлкен кезімізде істеу болмайды ма? Әжем айтты ғой, қазірден еңбекқорлықты әдетке айналдыру қажет деп. Әже, бүгін сізбен танысқанымыз қандай жақсы болды. Ой, айнал. Қараңызшы, ауланы қандай таза етіп тастады. Иә, барлық мусордың бәрін жинап, пакетке салып, тап-тинақтай қылып етіп қойдыңдар. Ой, айналайындар. Жания, Раяна, мұнда келіңдер тез. Не істеп жүрсіңдер? Ауланы тазарттық. Кім тазартып деді сендерге? Не мына қолдарың? Әжеміз айтты. Біз тазаладық. Қарашы анашы, мына жерді әдемі етіп тастадық қой, ә? Апа, сіз өсін шыра алмайсыз ба? Не мыналардың үстері қолдарын бәрі жаман болыпты ғой? Мен жай мынау еңбекке үйренсін дегенім ғой. Бір сізде бір тыныш жүрмес жүріңдер болтесіз, қолдарын жуыңдар. Бізге бұл жерде тұруға болмайды. Тып-тыныш кетіп қалайық. Я, әже, сау болыңыз. Біз келесе келеміз. Жарайды, Қоқысты ала кетейік. Жарайды, айналайындар. Рахмет. Ана жерге барып тастай саласыңдар. Аман болыңдар, сау болыңдар. Сау болыңыз. Ай, Құдайым. Апке, әже енді біздің үйге келмей ма? Келеді. Неге келмейді? Әжем үйден кеткен кезде анашым өте қатты қуанды ғой. Әжем қайтып келмейді деп айтты. Анамыз әзілдеп айтқан ғой. Әжеміз Самат көкеніне уақытша кетті. Жақында өз үйімізге қайтып келеді. Анамыз әжеміз жек көреді ғой, ә? Жоқ, олай деме, барлық әжемізді жақсы көреді. Онда неге анамыз әжемізге сөз қайтарады, дөрекі сөйлейді? Сонда біз де анамыз қартайғанда дөрекі сөйлейміз ба? Жоқ, біз ол қателікті жасамаймыз. Саған әжем айтты ғой, үлкендерге сөз қайтарып дөрекі сөйлеуге болмайды деп. Сол сөзі әжем неге тек бізге айта береді? Әке мен анам айтса болады ғой. Біз ешкімге сөз қайтармаймыз, ал әке мен анам үнемі сөз қайтарады. Ой, Әлихан, анам мен әкем әжемізге солай еткен еді. Болды, қойшы, үлкендердің мәселесін түсінбейсің. Аяна, Әмин әже сондай жақсы адам, я. Әңгімелерде қызықты, нағыз алтын адам ғой. Я, жалғас, қолда барда алтынның қадірі жоқ деген мақал рас екен. Неге олай дейсің? Жаңа көрдің ғой, келіні әжеге қалай дөрекі сөйлеп жатқан. Маған сол мінездері мүлдем ұнаған жоқ. Соны айтсай, адам қалай өз анасына дөрекі сөйлейді. Мен өскен соң анама мүлдем дөрекі сөйлемейтін болам. Я, жалғас, балаңды аясаң аяма, енесі тепкен тайдың еті ауырмайды деген мақалды мына үйдегілер мүлдем білмейтін сияқты. Білсе бұлай ешқашан жасамас еді. Аяна, ертең Әмин әжеге тағы да барайықшы. Қызықты ертегілерді тыңдап қайтайық. Жарайды. Аяна, сен әжең қашан келеді? Қашан келетін мен де білмеймін. Енді сен әжеңі біліңірсің ғой. Жақын арада келмейтін секілді. Анам мен әкем әжемізді ренжітіп қойды. Не үшін ренжітті? Бір таба нан үшін. Адам қалай өз анасын бір таба нан үшін ренжітеді? Мүмкін емес қой. Қазір еш нәрсеге таңғалуға болмайды. Бәрі мүмкін екен. Анаң мен әке Әмин әжеден кешірім сұрады ма? Жоқ, әлі сұрамады. Онда сен айтпайсың ба кешірім сұраңдар деп, кейде үлкенде шеше алмаған мәселелерді кішкентайларды араласуға болады. Анам мен әкем әжемізден кешірім сұраса, әжем қайтып келе ме? Анам мен әкемді кешіре ме? Ана жүрек әрдайым мейірімді болады. Әсіресе өз перзентіне әрине кешіреді. Онда бүгін анам мен әкеме әжемізден кешірім сұраңыздар деп айтып көремін. Я, солай жаса. Жүр кеттік.
Әлі тамақ дайындамағасыңдар ма не? қазір жарты саатта дайын болады. Не болып қалды балам? Өң бозарып кетіпті ғой. Жұмыстарың не болды? Бәрі дұрыс па? Дұрыс емес. Быт-шыт болды. Енді сонда бала шаған қыдыртпаймыз ба? Хотя бы көйлек алып беретін шығарсың. Қойшы. Еш нәрсе етпейді балам. Ризықты беретін бір Алла. Барлығы жақсы болады. Сабыр сақта, бір қайыры болар. Бұлай сынайтындай, Құдайға не жаздың? Балам, барлық іс Алланың қалауымен болады. Білмеймін. Соңғы өзі жолым болмай кетті. Балам, күпірлік жасама. Мынау сынақта Алланың қалаған адамына беріледі. Бұл да өтет кетет. Сабыр мен төзімділік сақтасаң, барлық жақсы болады. Ертең мына үйде иіс шығарып, Құран оқып жіберейік. Жүрейін со майсасып. Сіз менің жұмсаудан басқа не білесіз, апа? Қойыңдаршы, екеуіңіздің ұрыстарыңыздан да шаршап кеттім бар ғой. Тыныштық жоқ ұнайды. Қойшы. Жаттым мен. Самат, Балам, мазалай бермеңізші. Самат. Самат. Әпке, сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Айта бер, не болып қалды? Әкем мен анама әжемізден кешірім сұраңыздаршы деп өтініш айтсақ, қалай болады? Бізді тыңдайды деп ойлайсыңдар ма? Сенімді емеспін, бірақ тыңдайтын сияқты. Айтып көрейік, бізді тыңдап, әжемізден кешірім сұрап, мүмкін әжеміз үйге қайтып келетін шығар. Өзін үлкендер тыңдамағанда бізді мына кішкентайлар тыңдайды деп ойлайсыңдар ма? Ой, Әлихан, олай бірден үмітіңді үзбесейші. Тыңдайды, құлақ салады деп үміттенейік та. Жарайды. Жұмысыңды біл. Қане, болыңдар. Иншалла, төртіншісі де қыз болар. Айша, үндеме деймін. Қызым, не болды, тыныштық па? Сөйлесетін мәселе бар. Ал, айтыңдар, құлағым сендерде. Сіздерге бізден бір өтініш бар. Сіздер әжемізді ренжіттіңіздер. Әжем сол үшін үйден кетіп қалды. Сіздер әжемізден кешірім сұрасаңыздар дейміз. Сонда әжеміз үйге қайтып келетін еді. Сендердің әжелеріңді ешкім ренжіткен жоқ. Әкешім, анашым, сіздер бізді кішкентай, еш нәрсені білмейді деп ойлап жүрсіздер ме? Біз кішкентай болсақ та бәрін білеміз. Өткен жолы әжемізді ренжіттіңіздер, әсіресе анашым. Сіз. Көрдің ба сен, маман, қандай адам? Өз бала-шағамды өзіме қарсы қойып. Ең жетпеген өз балаларыма өзім жау болуымға бет. Көрдің ба сен, маман, қандай адам екен? Мыналармен шақыстырып мені. Үлкендердің тірлігіне араласпасаңдаршы. Барыңдар бар. Бар. Самат, не айта алмай тұрсың? Не айта алмай атқанда? Мамашканы сен үйіңе апарып тастасақ қалай болады? Не болып қалды тағы? Қалай айтсам екен? Былайша айтқанда, әйелім екеуі күнде қырылады. Сый салмай жатыр. Соны деп мен де олармен қырылып жатырмын.
Мамашка келгелі берекем қашты бар ғой. Күнде сол үшін айнашпен қырылсам. О, мені енді түсіндің ба? Өткенде ғана өзіңше болып кетіп барадыр ең. Қош, болды. Жараның бетін тырнай бермеш. Одан да не істеуге болады, соны айтсай? Анаммен жыл бой тұрып келем мен. Ал сен бір апта тұра алмай атсың. Ауылда тұра беру керек еді. Жұрттан ят деп қалаға алып келдік. Менің ғана анам емес қой. Сенің де анаң. Тем более үйдің үлкенсің. Өз қолыңа ал. Білмеймін мен. Мен жағдайым көріп тұрсың ғой, пәтерде тұрып отырмын. Менің әйелімен де бас тиіспайды адамның. Сен кенжесісің ғой, тұрсын да енді сен. Білмеймін. Мақсат, болмайды бұлай. Бір амалын табу керек. Ой, айналайындар. Амансыз ба, апа? Қайда жиналдыңыз? Аманбыз қарағым, аманбыз. Өзім үйіме қайтып бара жатырмын. Амансыз ба, же? Негізі біз сізге келе жатыр едік. Бізге қызықты әңгімеңізді айтасыз деп ойлағанбыз. Ой, айналайындар, мен асығып бара жатыр едім. Үйіме қайтуым керекпін. Әже, сіздің үйіңіз осы емес пе? Жоқ, бұл баламның үйі. Әже, сіз сонда үлкен ұлыңыздың үйіне бара жатырсыз ба? Жоқ, мен өзімнің үйіме бара жатырмын. Өз үйіме бара жатырмын. Аман болыңдар, балдарым. Сау болыңыз. Сау болыңыз, әже. Қызық, әжем сонда үйі қай жақта? Мен білетін сияқтымын. Қайда енді айтсаңшы? Өз балаларына керек болмай қалған қарттардың баратын бір ғана үйлері болады. Қос ұлы бар, ананы ол үйді көріп аянышты. Иә. Сізге тыныш отырып шай ішкен ұнамай ма? Міндетті түрде бізді осылай ұрыстырып, шағыстыруыңыз керек па? Ал, жеттіңіз мақсатыңызға. Жер жаһанның бәрі өрт па деп сонша шошып келсем, сен шешең екен ғой. Қай-қайда біраз істеп жүр әйтеуір. Жүр кірішке. Тұрмыс жап, жүр кірішке сен де. Жалпы екеуі үйге сеспей жатыр. Мамашка келгелі берекем қашты. Білмей не істеуге болатын. Бұл ауыл емес қой сізге. Бұл қала. Мына көршілердің бәрі беделді адамдар. Ят болады бұл. Әже, А? сіз бұл жерде не үшін жүрсіз? Ой, айналайын. Өзің не істеп жүрсің? Мен осында бір танысыма келген едім. Сөмкеңізбен ба? Енді сөмкемен келуге тура келіп қалды, айналайын. Сөмкеңізге қарасам көрші болатын сияқтымыз. Мен осы маңда тұрам, бірақ әкем мен анам келесі дворда. Енді Алланың көрсеткенін көреді екенсің ғой, жаным. Әже болмаса біздің үйімізге жүріңізші. Менің әкем мен анам сізге ұрыспайды. Біз сізді ренжітпейміз. Біздің үйге де бір әже керек. Ой, айналайын. Өз балдары керек етпеген ананы бөтен адам керек ете ма? Сен бара бер. Мен кірейін ішке, жарай ма?
Неге көңіл күйлерің жоқ? Әжеміз жоғалып кетті. Ешкімге айтпай үйден кетіп қалыпты. Басында Мақсат көкен үйіне кеткен шығар деп ойлағанбыз. Бірақ ол үйге де бармаған екен. Енді қайдан іздерімізді білмей отырмыз. Әмин әжені біз таңертең көрдік. Не? Қайда кеткенде біз білетін сияқтымыз. Қайда кетті? Қарттар үйіне. Бізге солай көрінді. Екі ұлы бар ғой. Қарттар үйіне не істемекші? Бұл сұрақты бізге емес, әкелеріңе қойыңдар. Жауабын сол кісілер білетін сияқты. Әпке, қазір барып әкемізге айтуымыз қажет. Айтып қана қоя салуға болмайды. Түсіндіру керек. Перзенті бар әрбір ана перзентінің жанында болу керек. Соны түсіндіру қажет. Құр сөзбен айта салған нәрсе түсініксіз болады. Біз оны іспен дәлелдеуіміз қажет. Әпке, біздің іске кірісетін уақытымыз келді. Сіздер түсіндер ма? Біздің әжемізді көрдің бе? Бүгін таңда Самат көкенің үйінен кетіп қалыпты. Қайда екенін таба алар емеспіз. Мен білемін қайда екенін. Осыдан бірнеше сағат бұрын көргенмін. Қайдан көрдің? Айтшы бізге. Қарттар үйінің алдынан көрдім. Әжем қарттар үйінде не істеп жүр? Ол жағын білмен, маған айтқан жоқ. Осындай жағдай болатын ішім сезбеді. Қарттар үйіне өз баланың әкеліп тастау ауыр жағдай. Бірақ сол баланың үйіне өз аяғымен шығу, қарттар үйіне өз еркімен кіру одан да ауыр. Өгізге туған күн бұзауға да туатынын ата-аналарының естеріне салып қойсаңдаршы. Есіне салудың қажет жоқ, оларға көрсету керек, дәлелдеу қажет. Сөзбен емес, іспен түсіндіру қажет. Жүріңдер кеттік. Мына көйлек қалай? Жақсы екен. Мынау ше? Мынауың әдемі. Мынау ше? Осы маған ұнап тұр. Мама? Иә. Болады. Бірақ мынау жақсы сияқты. Осыны алайық онда, иә? Анашым, сіздерге біздің тосын сыйымыз бар. Біз сіздерге арнайы тапсырыспен керемет етіп сыйлық дайындадық. О. Ой, жандарым сол менің алтын қыздарым. Кімнің тәрбиесі? Сыйлықтарын көрейік те, не сыйлық? Қаны? Қан, не әкелді? Қызық болып болды. Не бұл? Сувенир қоюға әдемі сияқты. Біз бұны сувенир етіп алған жоқпыз. Енді бұл мен тамақ ішпейтін шығармыз. Қазір болмаса да, кейін осы іспен ішетін боласыздар. Сіздер мәңгілік жас болып қалмайсыздар ғой? Сіздер де бір күні қартаясыздар. Қартайған кезде әжем секілді ыдысты құлатып алуларыңыз мүмкін ғой. Сол кезде бізді асырап баққандарыңызды ұмытып, бір ыдыс үшін сіздерге дауыс көтереміз. Сондықтан әлден осы ыдыспен тамақ ішіп үйрене беріңіздер. Бұл ыдыста қанша құлатсаңыздар да сынбайды. Кейін біз де сіздерге аз ұрсатын боламыз. Бұл ыдыс қазір арзан болып көрініп тұрған шығар. Бірақ кейін бұл ыдыс қарттар үйін қорғайтын болады. Біз сіздер секілді болғымыз келеді. Біз тура сіздер секілді боламыз. Өзің тыңдадың ба? Әрине. Рахмет, әдемісің. Қараңдаршы, маған әкелерің қандай әдемі көйлек сыйлады. Жараса ма? Жарасатын секілді. Анасы қарттар үйіне кетіп қалып, қайғыдан қан жұтып жүрген әкемнен бұндай сыйлық алу ол бір бақыт қой. Алихан, сен қазірден әкем сияқты болуға дайындала бер. Қазірден әйеліңе керемет көйлек таңдап, қазірден анамызға үйден алыс қарттар үйін таңда. Ой, мен оны неге істеуім керек? Сендер қызсыңдар ғой, сендер сендер аяна кіші қыз ғой, сол істесін. Мен неге істеуім керек? Әкем мен анама қарттар үйін іздеп жүрмін бе? Сендер өздерің табыңдар, аяғың тұңғышы ғой, сол іздесін. Ойпырмай, сонда біреуін қолға алып бақпайсыңдар ма?
ата ананы қартайғанда баласы бақсын деген міндет жоқ қой. Мен бақпайын, басқа Әлихан бақсын. Мен де бақпаймын. Мен сұлу әйел аламын. Әйеліме көйлек әперем. Әйелім айтқанын тыңдаймын. Мен сіздерді баға алмаймын. Әке, көрдіңіз ба? Қазір ақшаңыз көп кезде қарттар үйінен әлден бір бөлмені сатып алып қойыңыз. Кейін қажет болады. Он 18 мың қаламның жаратушы жаппар ием. Мейірімі шексіз Құдайым. Балаларымның біліп және білмей істеген қателіктерін кешіре көр. Сынақтарыңның ең жеңілін жібере көр. Баламен және денсаулықпен сынай көрме. Қосақтарымен қосақ арта көр. Шүбірлі бол. Өскен өнген, тәртіпті тәрбиелі, отбасы, үлкен әулет болуын нәсіп ете көр. Балаларымның бағын аша көр. Баянды және бақытты ғұмыр сыйлай көр. Мақсат, біз қатты қателестік. Дүние, ақша деп, әлпештеп өсірген анамызды ренжіттік. Әйелдеріміздің сөзіне еріп, таңғарада үйдің бір бұрышына сыйғыза алмаппыз ғой. Осының барлығына екеуің кінәлісіңдер. Екеуің болмашыға ұрысып, анамызды жазғырып, ол кісіні жамандай бермегендерінде бұлай болмас еді. Ей, Самат, тіліңді тартып сөйле. Өздерің сыйламаған шешелеріңді біз сыйлауымыз керек па? Алғаш келін болып түскенде елерің айта береді, тыңдамай-ақ қойыңдар деген кім? Соны айтам, өздерің емес па? Енелеріңнің сөзін елемей-ақ қойыңдар деген. Өздерің ғой? Аналарыңды бізге сыйлатпас бұрын. Өздерің сыйлап үйреніңдер алдымен. Мақсат, есіңде ма, бала күнімізде анамыз 3 жерде жұмыс жасайтын? Есімде. Таңда асханада, түсте кір жуатын жерде, кешке мектепте пол жуатын еді ғой. Сонда да бізді ешкімнен кем қылмай, бар тәттісін бізге үйіп әкелетін. Жыл сайын өзіне киім алмаса да, бізге әрдайым жаңа киім алып беруші еді. Біз үшін анамыз барлығын жасады. Барлығын біз үшін істеді. Білесің бе, соңғы кезде мен нені түсіндім? Анамызға соңғы рет қашан сыйлық алып бергенім де есімде жоқ. Бәріне әйеліме, балаларыма деп біз. Анамыз біз үшін істеді, ал біз не істедік олар үшін? Анамыз үшін не істедік? Ештеңе де істеген жоқпыз. Біз
біз қай жерден қателестік? Кім бұзды бізді? Өзімізден басқа ешкім емес бауырым. Әйелдеріміздің алдында анамыздың абыройын өзіміз құрттық. Оңбай жаңылдық. Біз үшін өмір сүрген жанды мүлдем ұмыттық. Біз қандай ұлмыз анамызды осы күйге жеткізген? Біз дұрыс жасамадық. Түсінесің бе? Қандай опасызбыз. Бағана Алтынай деген кішкентай қызбен сөйлестім. Анамыз қарттар үйінде отыр екен. Балаларым қашан әкетеді деп, терезеден телміріп күтіп отыр екен. Анамыз бізден қандай жамандық көрсете? Бізді ойлап отыр. Ал біз не істей алдық? Анашым, кешіріңізші мені. Жер бетіндегі жалғыз жанашырым, тірегім сізді ренжіт, кешіре көріңіз. Сабаларыңа түстіңдер ме? Ақылдарың кірді ме? Анашым, сіз біз үшін аянбай тер төктіңіз. Біз соның бәрін бір сәтте ұмытып кетіппіз. Біздей ұлдарыңызды кешіріңізші, анашым. 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 Жәннеттің кілті сіздің табаныңыздың астында екен. Осындай күйге жеткізген бейбақұлдарыңызды кешіріңізші, анашым. Анашым, біздің көзімізді оңбай шел басып, ақшаға, байлыққа өзіміз жеттік деп ойлаппыз. Біз оңбай қателестік, анашым. Кешіре көріңізші. Жер бетінде жалғыз ғана бір жүрек бар. Ол ана жүрек. Балдары қандай қателік жасаса да, ана жүрегі кешіреді. Кешірдім сен. Балдарым. Кешіріңіз. Ойыңда оқ қарар даламенен, бар қызығын бағалаған баламенен. Аяла, бойыңда бар сезіммен аяла, қасиеттіңді ана деген. Анадай кімдер болсын бізге алаң, барып қайт, бір қуансын үйдегінің. Өмірде шын бақытты бола алмайды, анасын құрметтемей жүрген адам. Дүниеде кім күшті? Ана күшті. Небір патша ананың сүтін ішті. Басыңды еп тағзым ет аналарға, аналармен гүлденген жердің үсті. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.